Сәлеметсіздер, ASP.NET Core MVC'де сайт жасау курсымызды жалғастырамыз. Бұл сабағымызда біз Action мен View-дің арасындағы алым берімдер туралы айтатын боламыз. Яғни, деректердің ауысуы. Біз бұрын алдыңғы сабақтарымызда мына Action-ның ішінде ViewBack нүкте сосын title деп біз осы сайтымыздың тақырыбын өзгерте алғанбыз. Мына жерде home layout-тың ішінде осыны біз қолданғанбыз. Міне ViewBack title деп. Осы секілді біз кейде осы сайттың артқы жағы, яғни мына control-ның ішіндегі action-нен view-ға деректерді жіберіп отырамыз. Бұл арада осылай жаза салуымыз да мүмкін. Дайын мәтінді немесе цифрды, сандық мәліметтерді немесе есептеуіміз мүмкін. Болмаса біз базадан оқып келуіміз мүмкін. Жалпы біз осындай деректерді кей жағдайда осы алдыңғы жақтағы мына view-ларға жіберіп беруімізге тура келеді. Енді бұл бір мысалы, мына жерде ViewBack title. Енді бұның жазылуы ViewBack сосын нүкте, одан кейін біз айнымалының атын жазамыз. Яғни subtitle десек, міне қосымша тақырыбы индекс, яғни бұл this is index. Осылай жазуға болады. Енді бұны оқыған кезде біз мына қазір индекс деген actionның ішінде тұр. Біз индекс деген мына homeның ішіндегі индекс деген view-ға барамыз. Енді осы арада мына жерге жазуымызға болады. Мына жерге біз C# кодын жазу үшін айғұлақ белгісін жазамыз. Одан кейін ViewBack нүкте сосын subtitle деп жазсақ болған. Subtitle. Осылай жазатымыз. Енді мен алдын астындағын алып тастайын. Мынаны алып тастайық. Болмаса аларт, яғни ескерту шығып, біз мазамызды алатын болады. Енді біз осыны көрелік міне. Міне this is index деген бұл мына actionның ішіндегі мына subtitle'ды оқып көрсетіп отыр. Енді бұл бізге тек қана осы түрдегі жазу емес. Енді біз бұл арада ViewBack-қа нүкте қойып жазалымыз, бұл бір динамик. Міне, динамик болған себепті біз осылай нүкте қойып жазаламыз. ViewBack-қа бір нүкте қоямыз, одан кейін айнымалының атын жазаламыз. Бұл C# дегі динамик дерек түрі. Сондықтан осылай жазуға болады. Енді бұл тек қана мәтін, цифр болмаса басқа емес, бұл кез келген дерек түрі бола алады. Немесе басқалай бір модуль, класс модульдарда бола алады. Бұл арада name list деген бір ат құралық, сосын new list, сосын string, содан кейін осылай жазалық міне. Яғни бір name list деген айнымалы алдық, оған біз string түріндегі әдетте кішкене болады, C# тілінде осылай жаздық. Енді біз бұл араға мысалы Ержан, Асан, Ербол деген секілді адамдардың атын жаздық. Енді біз көрсету үшін индекстің ішіне мына араға жазалық. C# кодын жазу үшін айғұлақ белгісін жазамыз, одан кейін for each. Біз енді өзіміз білеміз. Жаңағы біздің жазғанымыз string list екенін білеміз. Сондықтан string, мына жерге name, in, енді ол ViewBack-тың ішіндегі name list деген ішінде. Сондықтан осылай жазуға болады. Енді барып біз мына жерге бұл жерге HTML кодын жазуға болады. Яғни h3 делік. Сосын осы араға жазалық. Енді тағы да бұның HTML менен C# кодын өзара араластырып жазуға болады. Мынаны көреріңізге әдемі болу үшін осылай жазайық. Яғни мынау C# коды. Жалпы мынау жақшаның іші де C# коды. Оның ішіне біз HTML жаздық. Енді HTML-дің ішінде ортасына біз тағы да C# жазбақшы болсақ, және де айғұлақ жазамыз, одан кейін name дейміз. Енді мынау негізі таныс, бұл C# дағы for each, яғни
осындай листтардың ішіндегі айтемдарды осы арқылы көре аламыз. Енді біз мынаны өшіріп қайтадан қозғалту керек, себебі біз мына C# кодын өзгерттік, сондықтан қайтадан қозғалтуымыз керек. Міне Ержан, Асан, Ербол дегенді дұрыс соғып отыр. Енді бұлай қарайтын болсақ, бұл өте оңай. Ал енді біз мына жердегі атын өзгеріп тастадық. Мынаның ішінде viewback list дегеннің артына 22 деп жазалық. Содан кейін барып қозғалтып көрейік. Міне қателік шықты. Яғни бұл жоқ, мынаның ішінде жоқ. Сондықтан бұл жерде осы object reference not set an instance of an object дейді. Яғни жаңағы динамиктің ішінде бұндай жоқ болған себепті бұны қате деп көрсетеді. Ал бұл басқыш біз мынаны build қылған кезде, біздің projectті build қылған кезде ескертпейді. Бұның бар жоғын білмейді бұларда. Өйткені бұл динамик түрінде, сондықтан бұл қате жазбаудан сақтану керек. Ал енді және бір түрі осыған ұқсас view data деген бар. Және де көріп, мына жерде view data. Бұл dictionary негізінде біз бұрын үйренген dictionary, C# тіліндегі dictionary. Мына жерге тең дейік, яғни біз мына жердегі name listті осыған жазуымызға болады. Содан кейін мынау да ұқсас, қалған қолданудың бәрі ұқсас, бұлай жазуға болады. Ал енді мынаны қазірге жасыра тұралық. Ал енді бұл арадағы view data, бұл негізінен object. Бұл dictionary, мына жағы object. Енді әзір мынаны көрейік. Енді біз баралықта мына жерге view data. Содан кейін мына жерге кілтін жазамыз, яғни name list дедік. Енді осылай жазатын болсақ, бұл қате шығады. Себебі view data бұл бір object қайтарады. Динамик емес, бұл object. Сондықтан бұны өзгерту керек. Қалай өзгертеміз дегенде, мынаны as деп біз бұны түрлендіруіміз керек. Stringға түрлендіруіміз керек. Сол кезде барып бұл дұрыс шығады. Енді дұрыс болу үшін мынаның өзін бір жақшаға алғанымыз дұрыс. Осылай біз түрлендіргенде барып бұл дұрыс істейтін болады. Енді бұны көрейік. Енді бұл да дұрыс деп тұр деген сөз. Бұл екеуі қолданыс негізінен ұқсас. Мен мына араға да subtitle дегенде ұқсас өзгертіп жазалам. Яғни view data subtitle деп мынаны да ұқсас жазалам. Бұл арада енді екеуі де string болған себепті қателік шықпайды. Мынандай жағдайда сөзсіз біз оның дерек түрін білуіміз керек. Яғни біз түрлендіріп, соның дерек түрін айта алуымыз керек. Енді мен көбінде осы view datаны қолданам. Қолданғанда осының бас жағына бірден бәрін жазып алам. Мынандай жоғары жағына. Осы әрқайсысы action немесе жаңағы layout болса да, осының үстің жағына осылай жазып алам. Бірінші list деп string, содан кейін name list деймін да. Содан кейін бірінші таңдау жасаймын. View data егерде name listті бар болса не істеймін? Егер нalға тең болмаса, онда мен жаңағы view datаны name listін сосын as деймін да, осыны list stringға түрлендірем. Ал болмаған жағдайда біз new list string деп бір ішінде ешқандай мәліметі жоқ листқа айналдырам. Яғни егер null болса, мына арада егер null болатын болса қателік шығады. Сондықтан мен үнемі осылай таңдау жасаймын. Себебі кей жағдайда байқамай null болып қалатын кездер болады. Сол кезде де сайтыңнан қателік шықпай, тек қана деректер көрінбеген дұрыс. Енді жаңағындай жағдайлар болса, кейде misal базада дерек жоқ болып қалса, немесе базаға мына арада бірдемені қате жазып кеткен кезде мүлдем сайт істемей қалады.
Ал енді бірнеше дерек көрінбей қалған, ол үлкен мәселе емес. Бүкіл сайт істемей қалған, ол негізінен үлкен мәселе. Сондықтан біз осыған көңіл бөлуіміз қажет. Енді міне, жердің атын өзгерттім, name list. Мен мына арада actionға, viewға келген кезде name list деймін. Одан name осылай таңдау жасаймын. Одан кейін егерде nullға тең болмаса, мен түрлендірем. Дерек түрін, ол егер null болып қалған жағдайда, мына біздің айналып жатқан for each'іміз қателік шықпау үшін біз бір new list string деп бір жаңадан объектті шақырамыз. Яғни ішінде ешқандай дерек жоқ, объектті шақырдық деген сөз. Осылай қолдана аламыз. Ал енді жаңағы subtitle деген секілді жағдайда да біз былай жазамыз. Міне string means subtitle. Сосын бұда да ұқсас view data. Егерде бұл кезде subtitle null болса деген екі тал сұрау белгі арқылы жазуға болады. Егер осы nullға тең болса, онда string empty деуге болады. Ал одан кейін осының барлығын toString деп ең артынан string түрін айналдырып жіберуге болады. Немесе мына жерде as string деуге де болады, ұқсас. Осылай жазуға да болады. Одан кейін барып мына жерде біз subtitle деп пайдалана аламыз. Енді мынау әзір бұда да ұқсас, view dataда мына subtitle деген жоқ. Бірақ біз мына build қылсақ, ешқандай қателік ескертпейді. Сондықтан да осындай кейде таңдау жасау қажет. Яғни subtitle'ын көрсету керек болған кезде біз осы null ма емес па таңдау жасап, егер бос болса empty дей салу керек. Жаңағыдай қателік шығып, сайттың жабылып қалуынан сақтану үшін солай істеу керек. Енді мына жерге де ұқсас, міне subtitle. Міне subtitle. Міне жерге зақ, this is subtitle дейік. Осылай жазыламыз. Енді мына атта жасасылық. Содан кейін бар бір көріп жіберелік. Міне бұда дұрыс. This is subtitle деп тұр. Енді қазір осы екеуін үйрендік. Біреуі view back арқылы, енді біреу view data арқылы. Бұл екеуі де ұқсас, негізінен қолдану ұқсас. Біреуі нүкте қойып, айнымалының атын жазасыз. Біреуі мына орта жақшаның ішінде осындай кілт сөз ретінде жазасыз. Енді бұрынғы dictionary мен ұқсас. C# тіліндегі dictionary дерек түрімен ұқсас. Мынау кілті, мынау соның мәні. Осыған кез келген дерек түрі бола береді. Енді біз мына артикльді көрейік. Ол үшін біз кез келген дерек түрін болатын дәлелдеу үшін біз мына models деген файл қалтасының ішінде жаңадан бір класс құралық. Бұл класстың атын біз article model деп жазалық. Бұл бір model ретінде пайдаланатын класс болғандықтан біз model деген қосып жүрміз керек. Басқалар атына қарап затын біла алатындай. Енді осылай құрып алғаннан кейін біз мына жерге бірінші public string бір article деген мақала. Мақаланың ішінде не болады дегенде бірінші мақалада title болады. Get set. Екінші public string не болады деген кезде content болады. Мазмұны. Get set. Одан кейін біз жаңағы public date time add the time деп біз, яғни осы мақаланың қосылған уақытын көрсетуімізге болады. Және де public int деп, яғни view count дейік, яғни көрілім саны count. Осылай жазуға болады. Яғни біз бір мақаланың артиклін белгіледік. Өте қарапайым. Бұл мақалада тақырыбы және нақтылы мазмұны, сосын қосылған уақыты және қанша рет көрілді. Осыларды ғана алайық. Енді бұндай қарапайым болмайды. Мақалада бұдан да көптеген информациясы болады. Енді біз қарапайым түрін алдық. Енді біз мына жерде қаралық. Біз артикл дегенде бір мақаланы көрсетпекші болсақ, оны базадан оқып келдік деп ойлай берейік. Базадан оқыған кезде article model. Енді мына model деп жазсақ, бұл аттар кеңістігі ұқсамайды. Бұл models'тың ішінде болған себепті мына жерде
ескертпейді. Сондықтан бұның аттар кеңістігін қосуымыз керек мына жерде using деп. Содан кейін барып article деп ат берейік. Сосын new article model деп бір объект құрдық, яғни шақырдық. Енді барып мына жерге қарайық. Title. Міне бұл тақырыбы сәлем болсын. Мына жерде өтір болады, өйткені біз property-ларын толтырып жатырмыз. Енді контентті, бұл жерде контентті нақтылы ішкі мазмұны, бұның ішінде сәлемнен сан түрлісі болсын. Осылай жаздық. Міне тағы да үйреншіктерет бойынша қосылған уақытын біз date time now дейсақ, яғни қазіргі уақыт дейсақ. Сосын міне view count'ы 999 рет көрілген болсын. Енді осындай біз базадан немесе өзіміз жазып алдық, базадан бір мақаланы оқуға келдік, мақаланың мазмұнын оқуға келдік. Енді осыны біз view'да көрсетуіміз керек. Онда қалай көрсетеміз дегенде біз жаңағы view data десек те болады, view back десек те болады. Мен енді әдет бойынша көбінде осы view data-ны қолданамын. Сосын біз article деген жаздық, бұған article мақала. Енді мына жерде мына кілтіне не жазсаңыз да болады. Енді мынау соның мәні деген сөз. Мынау кілті, мынау мәні. Енді бұны жазып алғаннан кейін біз article-ға барайық. Article-ға барып, мен әдет бойынша осының бас жағына керекті деректерді дайындап аламын. Бірінші article. Енді бұл жерде article деген істемейді. Ол қайсының ішінде деген кезде біз аттар кеңістігіне қарайық. Міне, мынаны бірақ көшіріп алуымыз керек. Көшіріп алып, Ctrl+C, view model, сосын бар міне article model, сосын article, одан ары қарай жазамыз. Енді мына көрінісі көзге сөлекет көрінеді. Сондықтан біз view imports дегеннің ішіне, осының ішіне біз using деп осыны әкеп алғанымыз дұрыс. Using, сосын міне осылай қосып қойсақ, енді барып біз мына жерге келеміз, article-ға келеміз, мынаны қоспай ақ қоямыз. Міне article model десек тіке таниды. Міне енді барып article, егер де view data article nullға тең болмаса, null болмаса, онда сұрау белгі. Не істейміз біз? View data-ның сосын article-ын as article model деп мынан жақша қалалық. Осылай дерек түрін түрлендіреміз. Одан кейін барып, егер nullға тең болса, бұл кезде null бола берсін. Осылай түрлендіріп аламыз. Енді бұл көп жерде істетіледі, яғни астында бір жерінде тақырыбын көрсетесің, бір жерінде жаңағы мазмұнын көрсетесің, бір жерінде көрілім санын көрсетесің. Сондықтан былай алып жүру қате. Сондықтан мен бас жағына осылай жинақтап алған дұрыс деп ойлаймын. Енді бірінші біз тақырыбын көрсетейік. Бұны h1 деген тәктің ішінде көрсетейік. Article. Бұл кезде таңдау жасауымыз керек. Негізінен егерде article nullға тең болмаса, сұрау белгі article нүкте title. Егер null болса, бос дей саламыз. Осылай біз тақырыбын көрсете аламыз. Және де ұқсас. Енді бұл жерде бір айтатын маңызды мазмұн. Біз мынандай таңдау жасалғанда, ішіне мына жақшаның ішіне алғанымыз дұрыс. Айғұлақ белгісін жазамыз, содан кейін жақшаның ішіне жазсақ, сол дұрыс шығады деген сөз. Ал енді мынаны жазбайтын болсаңыз, кейде арт жағы ұзарып кеткен кезде қателік шығады. Сондықтан мынандай ұзын болған кезде жақшаның ішіне жазған дұрыс. Яғни осының бір сөйлем екенін білдіріп. Ал енді одан кейін мына жерде бірнеше br жазып жүрейік. Br деген жол алмастыру. Тақырыбынан кейін бір-екі жол алмастырып жіберіп, соның астына біз мына жерде контентін көрсетейік. Контент, одан кейін көрілім сан деген секілді, оларды көрсетпей қояйық. Ал енді контентін көрсеткенде бір маңызды мазмұн, бұл көбінде мақала тек қана бұл секілді мәтін болмайды.
ол негізінен HTML код түрінде тұрады, яғни P мына секілді осындай тұрады. Сондықтан әрқайсысы осындай HTML кодынан құралған болады. Сондықтан біз бұны HTML коды ретінде көрсетуіміз керек. Мына жерге келдік. Сондықтан не істейміз? Мына жерде айғұлақтың артына HTML деп жазамыз. HTML нүкте сосын жау десек болған. Ал оның ішінде осы мәтінді береміз. Яғни осы біздің оқып алған деректі көрсетеміз. Сонда ол HTML дұрыс көрсетеді. Ал енді мына HTML-дің қажеті жоқ. Бұның өзі бір HTML деген сөз. Ал осылай жалғасты түрде жаңағы мына жерге де жазсақ, мына жерге small деп, яғни көрілім санын көрсетпекші болсақ, немесе уақытын көрсетпекші болсақ, осы араға жаза беруге болады. Мен мына жерге view count көрсетейін. Ал енді әдетте оқылмаған кезде 0 болып тұрсын деген сөз. Мына жерге view деп. Жалпы оқылған көрілімді көрсетіп деген сөз. Енді біз бұны көрейік. Енді біз home article деп, article деген actionның ішіне баралық. Article. Енді қарайық міне. Сәлем деген жаңа тақырбы, views көрілім саны 999 рет. Одан кейін мынау жаңағы мазмұны. Бұл негізінен HTML болатын. HTML күйінде оқып көрсетіп тұр міне. HTML күйінде оқып көрсетті. Осылай біз action мен view'дың арасында алым берім жасаймыз. Яғни қазіргісі біздікі тек қана берім. Яғни мына жердегі actionнен view'ға деректерді жіберіп береміз. Кейінгі сабақтарда қалай view'дан actionға жаңағындай деректерді жібереміз, сол туралы айтамыз. Бүгінгі сабағымызда осы. Бұл арада біз қазір екі түрлісін айттық, view back және view data. Енді тағы бір түрлісі бар, ол model деген. Ол үшін біз мына жерде мына view data-ны қолданбаймыз. View data-ның орнына мына view деген ішіне біз қарап көрейік міне. Қарасақ міне model деген бар. View name міне. View name model деген бар. Біз осы article дегенді осыған параметр ретінде берсек болған осы view-ға бірінші кезекте осыны параметр ретінде береміз. Екінші кезекте не істейміз дегенде біз article-ға барамыз. Мына жерде мынаның қажеті жоқ болды. Біз астына жазалық. Бұл жерде add model деген кішкене жазылады негізі. Осы model дегеннің осы model деген қандай дерек түрінде екенін білдіруіміз керекпіз. Яғни article model екенін білдіруіміз керек. Бірінші кезекте осылай істеп алуымыз керек. Мына жақтан home'ның ішінде, яғни action'ның ішінде view'ға біздің жібермекші болған деректі жібердік, яғни осы жерден объектті жібердік. Ал одан кейін біз view'дің ішінде айттық, бізге келе жатқан деректер осындай форматта дедік, яғни осындай дерек түрінде деп айттық. Енді бар біз мына жерде не қолданамыз дегенде, біз бұл жерде model деген қолданамыз. Содан кейін model title, model өзгерсек болған. Енді барып көрейік. Мына жерге біз home article деп барымыз керек. Міне бұда дұрыс көрсетіп тұр. Енді бұл көрсету әдісін view model деп айтады. Яғни біз view back, view data және view model деген үш түрлі әдісі бар осы. Action'нен view'ға дерек көрсететін әдісі. Енді мен мынаны да көп қолданбаймын осы model'ды. Себебі кейде біздің алдыңғы жақта, яғни view'ға жіберетін деректеріміз күрделі.
тек қана осы бір модуль емес, бірнеше түрлі модуль болады. Сондықтан мен бұлай жібергенді әурештіп көремін. Көбінде осы барлығын view дете арқылы көрсетемін. Бұлар енді кейінгі сабақтарда сан рет қайталанады және сан түрлі мысалдар істеледі. Сондықтан қазір бір жолда түсініп кетпесеңіз, оқасы жоқ. Бірінші сіз осы actionнен viewға деректерді жіберуге болатынын білуіңіз керек. Және де оған үш түрлі әдіс бар. View back, view data және де view model деген. View model деген әдіс осы. Осы view деген ішіне жібересіз. Осы объективті соның ішіне жібересіз. Және де мына жақтан қабылдайтын кезде соның дерек түрін көрсетесіз. Өте күрделі емес. Осыларды білсеңіз болған.